Ассаламағалейкум бауырларым. Мына кішкене тыныштықты пайдаланып, мен сіздерге бір болған оқиғаны айтып берейін. Әділдігімен қара қылды қақ жарған Омар бин Хаттабтың әмірші, мұсылмандардың әміршісі болып тұрған уақытында, халық арасында үкіметі отырғанда, бір жігітті ұстап алдын алып келеді. Сонда Хазірет Омар, бұл жігітті босатып дауларыңды айтыңдар дейді. Сонда жаңа екі ағайынды жігіт ұстап әкелген әңгімелерін айтады. Біз екеуміз туған ағайындымыз. Қартайған әкеміз бар еді. Руымыздың ішіндегі ақыл айтатын қария, абыройлы адам еді. Қыстақтан шетірек бір бақшамыз бар еді. Сонда жүрген кезімізде осы жігіт ұрып өлтірді. Енді осыған тиісті әділ үкім айтуыңызды сұраймыз дейді. Омар қарияны өлтірген жігітке қарап, сен бұған не айтасың дейді. Сонда жігіт шешен сөйлейтін адам екен, Омарға қарап бір күлді де: тақсыр халифа, бұлардың айтқаны рас. Мен ол қартты өлтірдім. Оның реті бұлай болды. Мен Нашим сахарасындағы бір адам едім. Биыл жерімізде жұт болды. Содан малымды айдап, осы қалаға келе жатыр едік. Менің бір қора түйем бар еді. Жолымыз осылардың қыстағының ортасынан өтіп, бақтарының қасынан жүрдік. Түйемнің ішінде үлегім болушы еді. Ол түйенің құты ортасындағы патшасы сияқты еді. Сол үлегім бақтың жолға қарай шығып тұрған бір бұтағын шалып тартты да сындырып жеді. Қария тұра жүгіріп, бір тасты ала салды да жіберіп қалып еді. Үлегімнің басына тиіп, үлегім сол жерде өлді. Мен мал ашуы, жан ашуы деп сол тасты ала салдым да шалға лақтырып қалып ем. Ол кісінің маңдайына тиді де тас. Оның өлердей жан дауысы даланы жаңғырықтырды. Мен қаштым, бұл екі жігіт қуып, мені ұстап, сізге әкеліп отыр. Алланың атымен айтылған сөзде өтірік болмайды. Ол кісі қайтыс болды. Бар шындығы осы дейді. Сонда мұсылмандардың әміршісі, қалайда кісі өлтіргенің ақиқат болған соң, тиісті жазаңды тартасың дейді. Сонда жаңағы қарияны өлтірген жігіт айтады: тақсыр, шариғат бойынша нендей жаза болса да тартуға мен дайынмын. Бірақ әкем қайтыс боларда мына малдың бәрін, дүниенің бәрін маған тастады да, өзімнен кейінгі ініме бір дорба алтын күміс беріп, мынаны ақыл тоқтатып есейгеннен кейін берерсің деп соны тастап кетіп еді. Мен оны бір жерге көміп едім. Оны менен басқа ешбір жан білмейді. Егер маған өлім жазасын берсеңіздер, сол аманат балаға тапсырылмай далада қалмасын. Сол дүниені балаға табыс ету үшін 3 күн маған рұқсат беріңіз. Қайтып келген соң, нендей үкіміңіз болса да шығара беріңіз дейді жігіт. Сонда Омар отырған кісілерге қарап, бұл жігітті 3 күнге кім кепілдікке алады дейді. Елдің бәрі үндемейді, бір-біріне қарайды. Өйткені бұл жігіт 3 күннің ішінде келмесе, сол кепілге алған адам, сол адамның орнына өлім жазасына кесілуге тиіс болатын. Сонда пайғамбарымыздың жанында жүрген досы, қарт сахаба Әбу Зар орнынан тұрды. Ей мұсылмандардың әміршісі, бұл жігітті мен 3 күнге кепілдікке алайын, сіз оған 3 күнде аманатын тапсыруға рұқсат етіңіз дейді. Омар келісіп жігітті босатып, ол еліне жүріп кетеді. 3 күн өтеді. Жігіттің келетін уақыты жақын қалады. Үкім естуге ел жиналады. Жігіт жоқ. Енді Омар жігіттің орнына Әбу Зарды өлім жазасына кеспек болады. Халық жазықсыз қарт сахабаны аяп, кейбіреулері жылай бастайды. Сонда жаңағы жарнамашы
шариғат бойынша тиісті үкімін айтып, енді Әбузарға өлім дей берген кезде қара терге малынып, жігіт есіктен кіріп келеді. Тоқтатыңдар, мен келдім дейді. Елдің бәрі жалт қарап, о азамат, қандай уәдешіл жігіт едің, өлімнен қашпай қалай келіп тұрсың, сен әрі қарай басқа елге өтіп кетсең де сені ешкім таба алмай қалушы еді ғой деп елдің бәрі таң қалып қараған кезде, мен мұнда алып келген адам жанын берсе де адамдық арын бермеу керек. Сондықтан мен бұнда келдім. Өйткені елдің арасында мен келмей кетсем, бір-біріне уәде деген құриды ғой. Елдің бәрі уәделерін бермей, бір-бірін алдай бастайды ғой. Сонда не болады? Мен де бір уақыттарда қайтыс болармын. Мәңгі жүрмеймін ғой. Сондықтан осы жерде маған өлім жетсе де, сол адамдық уәдемнен айнымайын. Халықтың арасында бір-біріне деген уәде деген бекісін деген ниетпен келдім дейді. Сонда елдің бәрі таңырқап тұрып, естерін жинағаннан кейін енді Әбузарға бұрылады. Ей Әбузар, сен мына жігітті танымайсың, білмейсің. Сен қалай бұны кепілдікке алдың? Егер ол келмей кеткенде, сен өліп қалатын едің ғой. Деген кезде Әбузар айтады. Мен бұл жігітті танымасам да, елдің бір-біріне, адамның адамға деген сенімі қалмаған екен деп, елдің бәрі ертең бір-біріне сенбей, бір-бірінің мойнына аманатын алмай, халықтың арасы бұзылады ғой. Сондықтан мен не де болса, Алла разылығы үшін деп, кепілдікке алып едім. Бірақ елдің арасында сенім деген қалды ғой, мен осыған ризамын дейді. Сонда бұл жігіттің де, Әбузардың да аманатқа, уәдеге, мықтылықтарын көріп тұрып, тектіліктеріне қарап тұрып, бастарын шайқап, мұнандай асыл екі жігіттен кейін біз әкелеріміздің құнын кештік. Өйткені осындай оқиғадан кейін әкелерінің өлімін кешпепті, кешірмепті өлтірген жігітті деп, елдің арасында кешірім деген қалмасын. Әкесі өлсе де кешіруге болатын халықтың көзі жетсін. Сондықтан біз әкеміздің құнын кештік дейді. Сол кезде әділдікті сүйетін, әділдік десе жанын беретін мұсылмандардың әміршісі Омар, не деген керемет оқиға, не деген керемет оқиға. Мұнандай оқиғадан кейін әкелерінің құнын кешкен жігіттерді Омар бос қайтарыпты деп, жақсылыққа жақсылықтың екенін біліп жүрсін халық. Үкіметтің қазынасынан алтындар алып, мына екі жігіттің әкесінің құнын төлеңдер деген екен. Міне құрметті жамағат, аманат, уәде, кешірім, жақсылық деген осы ұғымдарды біз өзімізге және ұрпағымызға жеткізе білсек, біз онда үлкен қуатты елге, абыройлы, айбатты, мықты елге айналатынымызға шүбә жоқ. Алла разы болсын тыңдағандарыңызға. Әмин.